түсініп тұрған шығарсыңдар, не үшін шақырғанымызды. Родной, бұларды паразым тұрғызу керек, басқа вариант жоқ. Кім жеңет, сол ондарға қарайды. Чо там? Қыздарға маңызды тек Бенджамин. Ал таңдадым бұл насыр ренжімей. Ал мен болсам таза бенжі қанжымайын. Ақша деп біраз даже қамжымай. Money, 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 marijuana kumареді. Мен танымайын деп kumай. Менің маймылдарыма бәрібір саған біздің vibe. Найма намай ме, найма намай ме, найма намай ме. Ақша деген әлемді билейтін бір бәлек. Он дәлдеген Галилей. Топастар! Сендер 11-ші жассыңдар ғой? Мына арттарына еріп кеткен балдарға не үйретіп жүрсіңдер? Ертең көрген істейді оны балдар? Жаңа директор кеп қалмағанда бар ғой. Біздің кәріс, ана ақ түйенің қарын жаратын ет бар ғой. Талғат, сен неменеге жетіп жүрсің? Сен кеше ұбыртыда пробныйдан 39 бал алған білесің ба? Біз емес қой аға. Сөйлеме! Сөйлеме деймін саған не? Сөйлеме деп атыр ғой, Талғат. Сөзің бәрін ақпаратқа жазып берсе, ауыз жапшы. Досым, директор ағайға қараса, ауыз-аузына тимей ұрысып отыр ғой. Мен төбелеспеген дұрыс болды жаңа ше. Әйтпесе мына жерде сөз естіп сүмірейді, бірақ кеше ғана қырылып келдім ғой, мен білесің бе, директордың алдына шықтым ғой. Тағы бір төбелессең мектептен шығарамын бір нәрсе деп отыр ғой. Бұдан былай төбелесетін болсаңдар, мектептен құртам. Түсінікті ма? Түсінікті ма деймін? Кетіңдер, ұбытыға дайыналайын. Ақ қағазға жазғыштар. Отырыңдар. Ат түсініктіме жазасыңдар. Отыр. Келе ғой Толқын. Ал балалар, гүлдеріңе көп рахмет. Бүгін мұғалімдер күні деп сыйлап, бізді қуантып. Бүгін менің орныма Толқын сабақ береді. 11-ші сынып демей, шуламай, тыңдап отырамыз. Кім шулайды, маған зім жазып бер. Ал, сау болыңдар. Толқынды толқын қуат, толқыннан толқын туат дейсің ғой. Естен қазір аузым жыбырлатып отырып бес ала берейін бе, әлде сұлуыма қарап қойып бере бересің бе? Мен сабақ айтқанға бағ қоямын. Онда мен қазір сабақ айтамын да, сол кезде журналға бес қойып жатқан кезде байқамай жүрек қойып жүрмеші, Ау. Родной, толқынмен мен жүрем десе бар ғой, атына қарамай жүріп алатын. Ертең үйленгеннен кейін тұрасында атын ауыстырып тастайды, толқынай деп ойлайсың. Бірақ қош үйленмейін болды. Ертең үйленесің, документ жинайсың, ат ауыстыру үшін, соңға барасың, очередьте күннің астында тұрасың ойлайсың. Ал, сабақ кім айтады? мен айтам. Мына толқын келіп сабақ айтайын деді ғой, Мен күнде айтып жүрмін ғой, қуасыңдар Микробиологиялық талшықтар көбінесе жасуша ішіне пайда болады. Дегенмен жасушасы көп эмбриондар. Сөйтіп Қайсар екеуміз таңғы 5-те ақ айтқанбыз ғой, есімде жағырай. Айтпақшы бүгін мұғалімдер күні ғой, апайға бір нәрсе сыйламаймыз ғой. Жоқ, Родной, қыздардың өзі бірден істер. Мына біздің Родной сабаққа келгендің өзі подарка ғой апайға. Бірақ айтпақшы білесің ба, бүгін 11-ші класстар сабақ береді бізге. Ана Лаура, Ләззат дегендер сабақ берсе екен. Өліп сабақ айтайын деп тұрсың, тақтадан кетпей сабақ айтайын деп тұрсың. Саламатсыңдар ма? Апай, сіз біздің ең сүйікті мұғаліміз екенсіз ғой. Біз сізді қатты жақсы көреміз. Қош, осы сөзді Химия апайға да айтып жаттың ғой? Дұрыс қой, апай, Химия апай менің мамам ғой. Я, болды, білеміз, отыра ғой. Балалар, бүгін праздник білесіңдер ғой? Сондықтан 11-ші сыныптың балалары сіздерге сабақ беретін болады. Кім? Кіре ғой. Tunde, ay, 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 tunde, ay, ay.
сағат сабақ беретін болады, шуламай тыңдандар. Уайымдамаңыз апай, шулатпаймыз ғой. Мен онда мұғалімдер бөлмесіне бара берейін, сау болыңыздар. Мынау не қай бетімен сабақ бермейшті ма? Дым білмей, тупой ғой, тесттен 39-ақ бал алған ғой, тупой ғой. Қуасын тоқылдасам, тоқ қадағалады ғой. 39 бал алған дейсің бе? Ойбай шешесің, дым білмейді ма? Қазақ тілде не деген әріп не десе, білмейді. Сабақ айтам ғой мен онда қазір. Так, мен бүгін қыздардан сабақ сұрамаймын. Апайларың өзі сұрайды. Бүгін тек балдар сабақ айтсын. Кім тақтаға шыққысы келеді? Мен сабақ айтсам бола ма? Талғат Алматұлы. Давай шық. Ойлашы, родной. Ертең үйленесің, той жасайсың ғой, енді үйленгеннен кейін полигон. Тойға кіретін жерде Асик плюс толқын деп тұрса, 21-ші ғасыр тем бөле. Асик, миым соғып жібердің кәдімгідей, қойшы болды. Жапшы аузың. Әдемі ғой толқын просто. Осылай, осы процесске байланысты олар ұзару мүмкін. Жарай, Сәмжан, отыр, бес. Рахмет. Тағы сабақ айтатындар жоқ па? Кәріс, сабақ айтпайсың ба? Сенің бағың жоқ екен. Жоқ, ол айтпайды, мен айтайын. Ол не үшін айтпайды? Кеше Кәрістің кітабын мен өзім үй алып кеткен ғой, мен дайын мен айта берейін. Иә, айта ғой. Сендердікі рахат екен ғой. Кітаптарын қыздар сұрап алады, дайындалады. Біздікі ешкім сұрамайды, біреуді сұрамаған менен кітап. Ертең физикаға дайындалатындарың жоқ па? Бір ғасырға ма, дәуірге ма бер жерін кітабымды. Берік? Негізі Жандарбек пен Әли дейтін кісілер 19 ғасырдың аяқ жағына таман Шу өзені бойынан бір үлкен орда салған. Сосын? Орда салған. Одан кейін сол орданың сыртын забормен қоршау керек қой. Сол забормен қоршайтын кезде ауылдағы ең мықты ұста Пернебекті шақыртып, ана есікті қаншама уақыт істеп, сыртын жақсы түрлі түсті бояулармен бояп, сол есік әлі күнге дейін сақталып тұр. Сөйтіп ол есіктер қаншама жауыннан, жаңбырдан, даланың суығынан, қаншама ғасырлардан аман есен өткен. Жандарбектің әкесі өте білімдар, күшті кісі болған. Көп нәрсе біледі екенсің ғой? Отыр бес. Құмсылақ сіздерді айтып жүрмедің арасында? Оны үйімнің қалай салынған айтып беріп қисап кеткенсің. Нақ көріп отырсың, Короче, Талғатқа ше, тақтаға шығамын да, үйімді полный қалай салынғанын айтып беріп, 5 қойып береді ғой. Қойып, тек қалады. Дым білмейді ма? Ашқа деп қойып бере саған жарайсың. Жоқ, бірақ басында дым жоқ қана. Басында тоқ тұрсын. Қайдан бол? Талғат, мен сабақ айтсам бола ма? Кеше ауылда атаның үй жағында Құран оқыттық. Папаның інілері бәрі жиналып, арқа, жарқа болып, зор отырдық кәдімде. Тапчан жақтан інілерім жүгіріп бері қарай, одан көлен кетіп, кеш батқанша отырдық ана жерде. Не айтып кеттің? Қазір тарих сабағы, өзін-өзі танымыз. Дұрыс қой, мен атам тарихқа қатысы бар ғой, КСРО-ның адамы, көне заманның адамы ол дейтін. Мына жерінде домалақ нелері бар, постоянно не істеп жүреді. Не ол? Медаль ма? Жоқ, жаралар қанандай, домалақ болып шығып кеткен да не. Не айтып отырсың сен? Башы отыршы. Жарасы несі? Қуасың, не айтып кеттің тақтыраш? Әңгіліксің ма? Не істеп кеттің? Білмеймін, ғой нормально братан қойып бере салма десем, мен ақып кетті ғой. Пай десе, Талғат маған жақтырмайды. Жақтырады еш. Сушанак етерін. Сушанак демес әңгіме. Мынау ше, еркекше дейін негізі. Ақып кетті. Өзді қойып кетті. Нормально еттін деймін. Келін бала, сабақ айтпайсың ба? Бағаң азай қапты ғой. Сен Моктың айтқанына 5 қойып жатсаң, мен сабақ айтсам бүкіл 90 қортып тастайтын сияқтысың ғой. Талғат, сен Еркежанды келін бала дейтіндей Сұлтанға сеніп тұрсың ба не? Ой, Талғат, Сұлтан деген Еркежан тырнағына да татымайды ғой. Братан, болмаса сырласу бөлмесіне кіріп, бір қырылып қайтсаңдаршы бәрің. Тынышталыңдар, болды, сабақ жалғастырайық, кім айтады сабақ? Мына шоколадты алып қасында азатын оңапсыздар, қараңыздар, мына біздің акимат мереке, енді мұғалімдер күні деп осындай 1 миллион теңгеге картинка сыйлап. Қалай сіздерге? Жақсы ма? Өте жақсы картинка. Ал құрметті мұғалімдер,
бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Ауырмаңыздар, ең баста ауырмаңыздар. Осы мектептің абыройын көтере берейік. Ең мықты мұғалім болып жүре берейік, Құдай қаласа. Иә, алып қойыңыздар. Ал Мақсат Бегімханович, рұқсат болса бір ауыз тілек айтып кетсем. Сізге көп рахмет. Біздің мектебіміздің алдыңғы қатарда болуы, білікті, білім сапасының мұғалімдерім бар, бәрімізді қуантады. Биылғы 11 сыныптар ұбт-дан жоғары балл алып, мектебіміздің абыройын одан сайын көтере берсін. Біз соған барымызды саламыз. Өтте жақсы, рахмет. Айтпақшы, ұбт демекші жаңа, ұбт-ға дайындықтар қалай балдардың? Иә, жақсы, олар түске дейін өздерінің сабақтарына барады, түстен кейін мұғалімдерді шақырып қосымша сабақтар береді. Сосын олар JoKZ онлайн курсына қатысып жүр. Кешкісін сол тапсырмаларын орындайды. Жақсы екен, JoKZ-ге қатысты, Иә, олар қазір 50 ішкі грант ойнатып жатыр. Оның өзі балаларға үлкен көмек деп ойлаймын. 50, өтте жақсы екен. Жақсы. Алып қойыңыздар. Айтпақшы, қалған мұғалімдер қайда кетті? Қазір келеді олар сабақтарын беріп. Жақсы, жарайды. Тарихтан бас ауырып кетті. Әбіржік кеткесің ғой. Физикадан хотя бы қыздар берсе да. Соны айтамын, родной. Ана 11-дегі Ләззат, Толқын дейтін соска қыздар бар екен ғой. Қайда жүреді? Жүрді. Саламатсыздар ма балалар? Кітап, дәптертерімізді аламыз, бүгінгі күнді жазамыз. Ойбай апай, бір праздникте 11-лер сабақ берейін ма не бізге? Басымды ауыртпаша, праздниктерін қызықтырмайды. Өзім онсыз да 2 сабақ артта келе жатырмын. Апай әлі ішке қоңырау соғылған жоқ, хотя бы шығып кетсек бола ма? Ешкім ешқайда шықпайды. Осы апай, осындай, бір ауырып тұрса да, бір жұмыстары шығып тұрса да, бір физиканың болмай қалды деген күні болмаған ғой. Үнемі келіп болады ғой. Сосын күйеуі де шақырылмайды екен бұл апайдың, иә? Сол ғой бір. Мок, шық тақтаға. Мен айтпаса екен деп отырмын. Бол. Апай. Так, мына жерде шулаған балдардың барлығының тізімі бар. Бүгін барып апайға барлығын өткізем. Осы Толқын бар ғой, маған вообще ұнамайды. Жігіттер түсінбеймін, Толқын десе өлет те тұрады ғой. Қойшы, неге? Толқын шап-жақсы қыз ғой. Егер мен жігіт болсам, мен де Толқын артынан жүгіретін едім. Иә, бой десе бойы бар, түр десе түрі бар. Негізі фигурасы ғой, оны әдемі көрсететін. Байқайсыңдар ма, кейбір ұлдар түгілі ағайлардың өздері Толқынға басқаша көзбен қарайды ғой. Жоқ, ағайлар қараса қарасын. Просто сызылып, қысқа киініп не керек бар деймін да? Не дегенмен мектепте жүрген жоқ па? Байқайсыңдар ма, қыздар осы Зарина Кәрісті жақсы көреді. Көп жерде қызғанып қалады ғой. Ой, Кәріс оған өлсе де қарамайды. Ну да. Кәріс, бүгін физикадан мамаң бере ма сабақ? Жоқ, бүгін мама мерекеге байланысты демалады шығар. Демалса дұрыс болатын еді. Зато қыздар келетін сияқты, 11-лерден. Гаухар ма, Айжамал ма, Айсұлу ма, Білмеймін. Асылу ма, или... Білмеймін. Қалайсыңдар онда? Бүгін физикада мен берем сабақты. Че там? Есеп шығарамыз да? Ой, Абзал, сен физикаға миың жетпейді ғой. Гүлзира апайың да сабақ беріп жүрген шамалы ғой. Менің мамам туралы айтып отырсың ба? Кәріс? Шутка ғой, не болды сонша түрің жинап, Кімге тура қазір әрбір күні мереке. Не? Ештеңеге кепіл жоқ, ұмытпасын. Айтып жүр соңыңнан ерген терекке. Не болса да мойымасын. Адасып жүрсің де түн ортасы. Мыңда бір шүкір ұстамадым бірде бір шоқалақ.